біздер Франция елінің Марсель қаласындамыз. Марсель қаласында бірнеше жолмен саяхаттау мүмкіндігі бар. Портына түскеннен кейін жаңағы шаттл бас, фри шаттл бас деген бар. Ол тегін сізді қаланың орталығына әкеліп тастайды. Біз сол жолмен келіп қазір міне Марсельді көшелерін аралап жүрміз. Одан кейін тағы да осындай билет арқылы жаңағы неге саяхаттау мүмкіндігі бар. Ересек адамдарға 13 евродан, ал кішке 12 жасқа дейінгі балалар 7 евромен келе алады. Тағы бір жолы ол такси жалдасаңыз болады, гидпен қыдыруға болады. Ол кезде ересек адамдарға $50 жоғары. Ол кезде енді 4-5 сағаттық экскурсия алуларыңызға болады. Енді біздер тиімді жолын қараймыз. Сол себепті қазір Марсель қаласында жаяу